Қайырлы күн достар, менің парақшама қош келдіңіздер. Менің есімім Гүлназ. Мен бүгін сіздерге құлпынайдың пайдасы және зияны туралы айтқым келіп отыр. Алдымен менің парақшама тіркеліп, лайк басып қолдап кетіңіздер. Құлпынай ол біз біле бермейтін дәрумендерге өте пайдалы. Ол құлпынай жазда пісетін ең бірінші жеміс болып саналады. Құлпынайдың құрамында В, С дәрумендері және де темір, бал, йод, цинк өте көп. Құлпынайды жиі тұтынатын адамдарда жүрек қан тамырлар жүйесін жақсартып, температураны басатын қасиетке ие. Оның құрамында аспирин дәрісінде кездесетін салицил қышқылы бар. Және де мамандар айтады, құлпынайды күніне 100 граммнан ғана жеуге болады деп. Одан көп жеуге болмайды, себебі оны дұрыс жумағандықтан оның құрамында құмдар, майда тастары бүйрекке барып жиналып қалады дейді. Құлпынайды кілегеймен немесе сүтпен жеген жақсы. Кілегей құлпынайдың реакция тұтынушы күшін жояды. Құлпынайды қантпен жеуге болмайды, сонымен қатар десерт ретінде жемеген жөн. Оны өзге жемістер секілді тамақтан бөлек уақытта жеңіз. Құлпынайдың құрғақ бүтін әрі жасыл қалпақшасы барларын таңдаңыз. Қою қызыл түсті құлпынайлар оның дәмділігін әрі толық піскенін білдіреді. Өйткені құлпынай үзіп алғаннан кейін түсін өзгертпейді. Алайда адамдар құлпынайды оңай бояй алады. Және де толық піскен құлпынайдың иісі аңқып тұрады. Сондықтан иісіне мән берген дұрыс. Жемісті базардан алуға тырысыңыз. Супермаркетте олардың жасанды түрі сатылады. Базарда көбіне жаңа терілген түрлері өте көп кездеседі. Құлпынай маусымы негізі 3-4 аптаға дейін созылады. Сол уақыт аралығында оны жеп үлгеріңіздер. Оны бірақ тоңазытқышта сақтауға мүлдем болмайды. Егер құлпынайды нитрат ретінде тоңазытқышта сақтаса, ол нитритке айналады. Мамандар құлпынайды үзіп алған уақыттан бастап 2 тәулік ішінде жеуге кеңес береді. Одан артық сақтауға болмайды. Көп көлемдегі құлпынайды сақтау үшін 1-2 сағат тоңазытқышқа салуға болады, бірақ кейін міндетті түрде